Кез келген сауал қояр кезде сөздің соңында сұрақ белгісін қоямыз. Бұл белгі қайдан шықты, неліктен дәл осындай белгі және қай кезде қойылады? Бұл сауалдың жауабын мен сізге айтып берейін. Латыннан аударғанда question, яғни сұрақ деген мағынаны білдіреді. Кез келген жазу кезінде сұрақты қойғаннан кейін ең соңында question, яғни вопрос деген сөзді жазып жүрген. Алайда уақыт тапшы болған және сөзді қысқарту үшін Q және O әріптерін қолдана бастаған. Асығып жазған немесе көп адамдардың жазуы түсініксіз болғандықтан кейбір нұсқасында O төменірек түсіп кеткен. Яғни Q және O сөзі қысқартылып түсініксіз бір белгіге айналған. Әлі күнге дейін осы сұрақ белгісін, яғни question сөзінің қысқартылған белгісін өзгеріске ұшыратып, дәл осылай қолданып жүрміз. Достар, бүгін сіз күнделікті қолданып жүріп, көріп жүріп, бірақ мағынасын білмейтін заттарды сіздерге түсіндіріп, ашып айттым деп ойлаймын. Ерекше арнадағы ерекше ақпарат Арай Райспен.